Бәріңізге сәлем, мен Мардан. 27 жылдық сериясының жаңа бөліміне қош келдіңіз. Бұл видеода сіздермен бірге әлемнің ең бай елі Катар еліне кіші бір саяхат жасайтын боламыз. Осындай видеолар шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Ендеше дайын болсаңыз, видеоны бастайық. Планетамыздағы ең бай және ең қауіпсіз ел қай ел? Англия ма немесе ақш па? Қазақстан адам басына шаққандағы табыс бойынша $8,840 мен 71 орында болса, Катар $120,000 мен бірінші орында тұрады және әлемдегі ең бай ел. Ендеше Катар бұрыннан осындай бай экономика иесі ме еді? Қалайша осы гүлденген деңгейіне жетіп келді? Оңтүстік Қазақстан облысы сияқты жер көлеміне ие болған Катар Араб түбегінің шығысында орналасқан Парсы шығанағы елі. Есімі арабшада жаңбыр мағынасын беретін Катар елінің жердегі тек қана көршісі Сауд Арабия болып, қалған айналасы Парсы шығанағымен қоршалған. Солтүстік батыста Бахрейн, батыста және оңтүстігінде Сауд Арабиясы, шығыста Біріккен Араб Эмираттары, солтүстігінде Иран бар. Катар тарихына саяхат жасап, 1878 жылына қарай баратын болсақ, осы уақыт Катардың ең маңызды уақыттарының бірі. Осы уақыттары Катар сол аймақта орналасқан тайпалардың қол астында еді. Қарапайым өмір сүретін бұл тайпалар балық және маржан саудасымен айналысатын еді. Көрші ел Бахрейн ағылшындардың қолына өтіп, Катардан жер сұраумен бірге Шейх Мұхаммед бин Сани Катардағы тайпалардың басын қосып, күшті қолына кіртті. Османлымен жақын араласатын катарлық әмір түрк Османлы әскерлерін гарнизон құруға шақырды. Османлының бір қаласы мәмілесін көрген Катар экономикалық жағынан ең үлкен табыс ресурсы болған маржанның әлемде құнын жоғалтуымен қиын күндер көре бастады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Араб түбегінде шыққан Османлы тәртіпсіздігімен бірге Османлы Араб түбегінде өте көп жер жоғалтып алды. 1916 жылы Османлы Катардан түбегейлі бас тартты. Катардың басқарылуы сол жерде тәртіпсіздік шығарған ағылшындардың қолына өтті. Катарда 1939 жылы бірінші рет мұнай табылғаннан кейін елдің экономикасы маржан мен балыққа байланысты болуын тоқтатып, енді энергия ресурстарына байланысты болды. 1968 жылы ағылшындар Парсы шығанағынан бас тартқаннан кейін және осылайша 1971 жылы Катар өзінің тәуелсіздігін ресми түрде алды. Тағы да 1971 жылы Катарда табиғи газ табылды. Бұл сол кездерде мұнаймен салыстырғанда экспорттың қиын болу себебінен үкімет күткен нәтиже болған жоқ. Катар газдарын экспортқа шығаруына 26 жыл кетті. 1997 жылы патша Хамид бин Халифа сұйық табиғи газдың шығарылуына миллиардтаған доллар жұмсап, Катарды әлемде номер бірінші LNG газ экспорттайтын елге айналдырды. Сол кездерде Катар әлемде 3-ші орында болып, ең көп мұнай газ иесі болған елдердің бірі болды. Осылайша әлемдегі ең бай бірінші мемлекет болды. Катардың шамамен 2 миллион халық санының 300 мыңы катарлық болып, қалған адамдар жұмыс істеу үшін келген Үндістан, Филиппиндер, Пәкістан, Непал, Шри-Ланка сияқты оңтүстік және оңтүстік шығыс Азия елдерімен Мысыр, Ливан, Марокко, Алжир, Палестина сияқты араб елдерінің азаматтары. Үкімет Катар азаматтарына ай сайын $30,000 төлейді. Электрға, суға, газға әрине ақша алмайды. Елде жұмыс істейтін катарлықтар жоқ. Барлық жұмыстарды басқа жерден көшіп келгендер жасайды. Иммигранттар үшін айлық $250 мен лимиттелген. Қара жұмыс істемей, үкімет сияқты ресми жерлерде жұмыс істейтіндердің айлықтары $1000-дан астам. Катарда жұмыссыздық деңгейі тек қана 4%. Араб әлемінің ең маңызды медиасы Аль Джазира Катарға тиесілі және әлемнің ең маңызды және құрметке лайық деп табылған хабар таратушы агенттігі. Елдің жарнамасы үшін өте көп ақша жұмсап отыр. Катар әмірі тарапынан финанспен қамтамасыз етілетін Аль Джазира елдің жарнамасын өз қолына алған. Катар ең азат елдердің бірі болып есептеледі, бірақ әмірді сынға алу заңда қылмыс деп жазылған. Соңғы рет 2012 жылы араб көктемінен шабыттанып Катар әмірін сынға алған жазушы Мұхаммед Эль-Аджами өмір бойы абақтыға қамалған еді. Үшін жұмсаған ақшасы $14 миллиард еді. Және осының өзі елде өте көп негатив реакцияға жол ашқан еді. Шындығында Катардың әлем чемпионатын ұйымдастыруының мақсаты халықаралық деңгейде абырой жинау.
Халықаралық футбол федерациясы бірлігі FIFA-ның басқарушылары Катарда жаз температурасын 45-ке дейін шығатындығы үшін турнирдің тарихта бірінші рет қараша және желтоқсан айларында өтетіндігін айтты. Катарда жаңадан жасалған стадионда футболшылардың және трибундағылардың мазасызданбауы үшін соңғы технология стадиондар құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ Emirates, Милан, Париж, Реал Мадрид және Этихад әуежолдарда Манчестер Ситиге спонсорлық жасап жатыр. Арабша сөйлейтін елдің ресми діні ислам. Бұл елде синагог және храмдар бар. Әйелдер социал өмірдің барлық саласында белсенді. Сауд Арабиясына қарағанда өздері жалғыз сыртқа шыға алады. Катарда апта жексенбімен басталады. Жұма мен сенбі апта соңы болып есептеледі. Жұма күндері, әсіресе жұма намазы кезінде барлық жұмыс жерлері демалыста және ішімдік сатуға тыйым салынған. Тек қана сатуға рұқсат алған лицензиялық қонақүйлерді ғана сатуға рұқсат етілген. Қазақстаннан Катарға тура баруға билет таппайсыз. Билеттер 300 мың теңгеден басталады. Және Астана қаласынан ұшатын болсаңыз, шамамен 13 сағатта Катарға жетіп барасыз. Айта кетейік, Катар Airways ешқашан Қазақстанға ұшпаған еді. Желтоқсанның соңына қарай Қазақстаннан ұшатын болады. Катардың астанасы Доханың символдарының бірі Ислам артефактілер музейі әлемдегі ең үлкен екінші ислам өнерлеріне үй иесі болып отыр. Катардың есімін әлемге танытқан бірінші үлкен жобада есептелген музей 2008 жылы ашылды. Өзіне тиесілі бір аралдың үстінде өте алып аймақта орналасқан. Айналасы аулалармен және жасанды ағаштармен қоршалған. Жауғар сияқты музей заманауи бір сарай сияқты салынған. 3 әртүрлі континенттен жиналған өнерлердің көрме ретінде қойылған музейдің коллекционының барлығын көріп шығатын болсаңыз, бір күніңіз кетеді. Париждағы әлемнің ең танымал айна пирамидасының дизайнерінің қолтаңбасы орналастырылған музейдің дизайны музейге кірген бірінші қадамнан бастап келушілерге қатты әсер қалдырады. Музейдің 3-ші қабаты Османлыдан қалған өнерлер үшін жасалған. Катар әлемдегі ең үлкен 14-ші инвестор. Катардың әлемде модадан бастап жылжымайтын мүлікке, финанстан өнеркәсіпке, туризмнен бөлшек саудаға дейін 335 миллиард доллардан астам инвестициясы бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың араб мемлекетіне ресми сапары аясында қазақстандық тарап бір қатар келісімге қол жеткізді. 2015 жылы Катар инвестициялық қоры Қазақстанның инфрақұрылымдық жобаларына 100 миллион доллар қаражат қойды. Оның ішінде Астана қаласында Катар әмірі Тамим бин Хамид Аль-Танидің атындағы мектеп құрылысы туралы келісімге қол қойылды. Жақын арада елордада 20 мыңға жуық оқушыға арналған орта мектеп бой көтереді. Оған Катар кәсіпкерлері 12 миллион доллардан астам қаржы аудармақ. Әлемнің ең қауіпсіз елі болып есептелетін Катарда қауіпсіздікке көп назар аударуда. Сондай-ақ Таяу Шығыстың ең қауіпсіз жері болып есептелетін Катарда үйлердің есіктері сырттан да ашылады және адамдар есіктерді көбінесе құлыптамайды. Жақында Катар білімге көп назар аударуды бастады. Оқушы саны аз болғандықтан өте сапалы білім ұсынылып отыр. Барлық адамдарға тегін берілетін денсаулық қызметтерімен бірге орта мектептен бастап университетке дейінгі білім барлық Катар азаматтарына тегін болды. Елдің Катар университеті атындағы бір университеті және бір қанша жоғары оқу орындары бар. Катар 30 жылдан кейін энергияға байланысты экономикасының бітетінін есептеп, елді аймақтағы ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстар атқарылатын аймаққа айналдыруды көздеген. Яғни Катар уақыт келіп, мұнайдың бітетіндігін есептеп, қазірден бастап адамдарға және ғылымға инвестиция қойып жатыр. Ең дұрысы да осы. Бір видеоның да соңына келдік. Осындай видеолар шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Инстаграмыма жазылуды ұмытпаңыз. Инстаграмнан өздеріңіздің ұсынған тақырыптарды маған жаза аласыздар. Сауд Арабиясы туралы видеоны да осы жерден көре аласыздар. Келесі бейнелерде көріскенше. Мен Мардан.